Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен өте тамаша, қызықты бағдарламамен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін сіздер Google браузеріне жолақшаға өздеріңіз скриншотер деп жазып аласыздар. Және осы жердегі бағдарламаның үстін басасыздар. Сол кезде бізге скриншотерді жүктеп алыңыз деп шығып тұрады тереземізде. Енді мен бұны өзім компьютерға жүктеп алғандықтан менде бар, ал сіздер жүктеп алыңыздар, өте оңай, скачать етіп алсаңыздар болды. Енді бұл скриншотердің бізге ең қолайлы қолданамыз деген сұрақ келеді. Ол үшін біз кез келген суретіміздегі белгілі бір керек аймағымызды белгілеп алуға болады. Және өздеріміз дыбысымыз арқылы видео жазуға болады, және оның ұзақтығы 4 сағатқа дейін жарайды. Қалаған фотоларымызды осылай суретке түсіп, болмаса скринде аламыз. Ол үшін көптеген ұстаздар біздерге электронный кітап берілген осындай. Осы жерде біз балай анық көрсеткіміз келеді. Ол үшін сіздер пернетақталарыңыздағы print screen деген пернені бассаңыздар, осылай белгіленеді. Енді өзіңізге керек аймақты белгілеп алуға болады. Мінекей. Және белгілеп болған соң Enter батырмасын басасыздар. Сол кезде ол обработкаға фото ретінде түседі. Оны сақтау үшін сіздердің жоғары жағыңызда, оң жақта сохранить файл на диск деп тұрады. Осыны басасыздар. Сол кезде сіздерде сақталады. Болмаса, мышканың оң жағын басып, сохранить как картинку деп сақтасаңыздар да болады. Мен мысалы рабочий столға сақтайын. Енді сол рабочий столды тұрғандай рабочий столға менің жаңағы скриндап алған жазуым сурет болып сақталды. Енді тағы біз осы бағдарламаны дыбысымыз арқылы балдарға жіберуге болады. Бұны қашықтықтан өткен кезде қолданғанымыз жөн болады. Болмаса қолдандық. Енді қарасаңыздар, мысалы, оны қалай жасаймыз? Ол үшін сіздер пернетақтадағы Ctrl-Shift Print Screenді басасыздар, және осындай белгі шығады. Сол жерде өзіңіз белгілеп аласыз аймақты, керек аймағыңызды. Астына осылай видео шығады. Міне білім алушылар, Pythonдағы while cycle операторының жазылу синтаксисі. Және while шартты операторлар блогы. Бұны міндетті түрде білім алушылар дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар деп осылай айтып даусыңызбен жазуға болады. Енді қарасаңыздар, мына жерде құс белгісі болмаса галочка дейміз ғой. Осы галочканы бассаңыздар, сізға ссылка өзі обработкаға жүреді, және бұл автомат түрде өзіміздің браузерімізге түседі. Осылай браузерімізге түседі, және play батырмасын басып болмаса осылай видео жазып видео жазсаңыздар болады. Бұны біз білеміз, YouTube бағдарламасында қалаған видеоны жазып алу үшін, болмаса скачать етіп алу үшін, жүктеу үшін, болмаса браузердің жоғарғы жағындағы сілтемесін аласыздар, копировать етіп, пернетақтадан Ctrl-S қылып алсаңыздар да болады, болмаса копировать деп мышканың оң жағын басып алсаңыз да болады. Енді бұны біз көбінесе балдардың WhatsApp желісіне жіберуімізге болады. Болмаса Ctrl-V копировать етіп, болмаса вставить етіп жіберсеңіздер, осы сілтемені басқанда, құрметті әріптестер, міне осындай бағдарламамен сіздерде жұмыс жасап көріңіздер. Өте тиімді, сау саламат болыңыздар.